Ұлықпанның өсиеті. Ұлықпан хакім дәм тұзы таусылып дүниеден өтер шағында ұлын шақырып өсиет айтады. Ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй сал, ас жесең бал же, дейді. Әкесі дүниеден өткесін ұлы өсиетін орындай бастайды. Жұма сайын үйленіп, қала сайын үй салады. Ас ішсе бал ішіп, әбден бар байлығын тауысады. Сөйтіп тақыр кедейге айналады. Бір күні ішерге ас, киерге киім таппай тозып, қайыр сұрап кетеді. Ұлықпанның баласының қайыр сұрап жүргенін естіген патша оны шақырып алып, «Өу, қарағым, жақсының көзі едің, тектінің өзі едің. Ана жүрісің не? Жұрт сені Ұлықпанның ұлы деп айтады. Әкең өліп еді, күн көре алмай, қайыр сұрап кеттің ғой», деді. Жігіт: «Әкем өлер шағында өсиет айтып еді. Соны орындаймын деп, осындай күйге түстім. Маған жақсы өсиет қалдырмапты», деді. «Қандай өсиет айтып еді?» «Әуелгі өсиеті, мен өлген соң жұма сайын қыз ал, деп еді. Мен әкемнің сол өсиетін тұтып, жұма сайын қыз алдым. Қалың малына әкеден қалған байлықтың 1/3 шаштым. Бірақ алған әйелдерімнен еш жақсылық көрмедім. Екінші өсиеті, қала сайын үй сал деген. Мен қала сайын үй салдым. Байлығымның тағы да 1/3 құрттым. Бірақ қанша үй салсам да соның бірінде рақаттанып жата алмадым. Үшінші өсиеті, ас ішсең бал же деп еді. Мен бұл өсиетінде орындап күн сайын бал жедім. Байлығымның соңғысы балға кетті. Соқыр тиынымда қалмады. Әйелде тұрақтамады. Баспанамның бәрінен айрылдым. Бал жемек түгіл, бір үзім қатқан нанға зәрумін», деді мұңын шағып. Сонда патша: «Ей балам-ай, әкеңнің өсиетін оқпаған екенсің. Әкең дана еді. Әр сөзін астармен мол ғибратпен жеткізетін. Әкеңнің жұма сайын қыз ал дегені, әйеліңе әр жұмада көңіл бөл, сонда қадірің болады. Әйелің қыздай көрінеді дегені, қала сайын үй сал дегені, әр қалада достарың болсын, түсетін үйің болсын дегені. Ас ішсең бал же дегені, еңбек етіп, ас ішсең балдан тәтті болады дегені», депті. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетін сонда ғана түсінеді. Патша: «Әкең өлсе де, көзің көрген өлмесін» деген. «Ұлықпан хакіммен талай дәмдес табақтас болып едім. Сенің бұлай жүргенің жарамас», деп баланы қайтадан ел қатарына қосыпты.